Гипнотерапевт маманы болғаннан кейін, осы салада дамып жүргеннен кейін көптеген ақпараттарды беріп салып отыратын боламын. Біздер қазіргі осы кездегі біліммен Мәскеудің 4 мықты деген мамандарынан оқыдық. Және де Кашпировскийдің кезінде бұрын адамдарды қалай емдеген сол туралы білімдерімді дамытып отыратын боламын. Және қазірде айта кетемін. Қазір фармацевтиканың дамыған кезі, дәрі-дәрмектің барлығы, дәрі-дәрмекке отырған, дәрі ішпейтін адам жоқ шығар. Ал бұрынғы кезде Кашпировскийдің кезінде теледидардың алдына отырдыңыз, емделіп кеттіңіз бір ауыратын ауруларыңыздан. Ол ешкімге пайдалы емес болған, сондықтан да оны алып тастады. Қазір Виталий Вениаминович Воронцов туралы айтатын боламын. Гипнотизер, гипнолог, гипнотерапевт, медициналық психологияда білімі бар. Кашпировскиймен бірге бір жерде тұрып көптеген білімдерін алмасқан. Осы кісі Челябинск облысына Үстірт ауданында тұрады. Осы жерге келіп бірінші ұстазы Герман Васильевич Голованов осы ауылға келіп адамдарды емдеп жүреді. Сонымен танысқан. Ол кезде 67 жылы 13 жаста болған. Және гипнотерапия қалай келген туралы ақпараттарды беріп отыратын боламын. Қараңыздар.